Орын алған оқиға жайлы сот қызметкері Ерлік Сералин үкім шыққаннан соң ғана айтып берді. Қылмыс 2017 жылдың желтоқсан айында Қарабалық ауданының Славинка ауылында орын алған. 30 жасар Құсбек Әлмағамбетов жұбайы 4 баласы және әкесімен бірге тұрған. Соңғы жарты жылда олармен бірге 45 жасар әпкесі Құлмарда тұрыпты. Желтоқсан айының 24-інде Құсбек жолдастарымен ауылдастарының мал сойып жүліктеуге көмектесіп, жұмыс үшін 8 мың теңге алған. Үйге қайтарда ішімдік сатып алған олар үйлеріне келіп арақ ішкен. Оның әпкесі Бекбосынова да алдымен еркектермен бірге отырған. Осылайша үстел басында адам көбейе береді. Дүкенге барып тағы 2 бөтелке арақ алып келген. Соңында үстел басында сотталушымен жәбір шегуші ғана қалады. Келіспей қалған соң ол әпкесіне қол жұмсаған дейді төреші Ерлік Сералин. В конечном итоге за столом остались подсудимые, потерпевшие. Они повздорили между собой, и он совершил ее убийство. Әлмағамбетов ерекше қатыгездікпен адам өлтірген үшін айыпталды. Ол әпкесіне пышақпен бірнеше ауыр соққы жасап, басын денесінен бөліп алған. Алайда сот шешімі бойынша Әлмағамбетов үкімімен ерекше қатыгездік дәрежесі алынып тасталды. Себебі заң бойынша жоғары сот үкімі бойынша пышақпен соққы жасау, денеге бірнеше зақым келтіру ерекше қатыгездік деп саналмайды. Бұл жай ғана адам өлтіру әдісі. Сол себепті сот бұл дәрежені алып тастап, қарапайым тұрмыстық адам өлімі деген үкім шығарды дейді төреші Ерлік Сералин. Ұсталғаннан соң тергеу жұмыстары кезінде де Әлмағамбетов өз қылмысын мойындады. Алайда сотта Құсбек полиция қызметкерлері төрешіге қандай сөздер айту керектігі жайлы қысым көрсеткен айтты. Дегенмен тексеріс кезіндегі жазбада айыпталушы өзі еркін сөйлеп отырғанды көрінді. Осылайша Құсбек Әлмағамбетов сот үкімімен айыпты деп танылды. 11 жыл бас бостандығынан айырылып, қауіпсіздігі жоғары мекемеде өтесін. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары амбулаториялық көмек болсын. Психиатр дәрігерден маскүнемдік құтылу көмегін алсын дейді төреші Ерлік Сералин. Сот үкіміне шағым түсіруге айыпталушының 15 күні бар.